Құрметті сот, айыпталушы Кенжебек Талғат, жәбірленуші Рысбек әдейі боқтамаған, мас болған. Түсіністікпен қарауыңызды сұраймын. Көлікті мас күйінде жүргізген үшін жазалауыңызды талап етеміз. Сен әлі ренжіп жүрсің ба? Қанша дегенмен туған анаң ғой. Мүмкін іздеп көрерсің. Ол дейтін жетім ол, тегін білмейтін адам ол. Ертең мен қарындасыма не бере алады деп ойлайсың? Жетімдер үйінен шыққан әр баланың арманы ата-анасын бір көру емес па? Мен сенің анаңды ізде дегенді ойландым. Жан оны мен емес, Ердосқа айтып жүрген. Іздейтін болдым. Негізі Ердосқа мен ғой айтқан, мамасын іздеген дұрыс болады деп ше. Баласын іздетпегендерді көрушек. Анасын іздетпегенді бірінші рет көріп тұр. Қолымызда бары осы жалғыз сурет. Көмектесіп жіберіңіз шаға. Кім болдыңдар сонда? Біз жиендер ме? Жоқ. Құда баласыңдар ма? Жоқ аға. Нағашылар болдыңдар онда. Угадайды тап отырамыз ба, таба алмайсыз бәрібір. Ақпен қыран ажырап жүрсің ба сен? Малғым таза. Мен үлкен адам шығармын, қалай сөйлейсің? Ужас! Мынау мамаң болса, кешіріп жіберетіндей мама екен да. Ана ыстықта әдетте документ турлап жүреді ғой. Содан кейін екеуміз үйлі болып отбасы. Бірақ ботымда не көп парақшы. Бұтың білімді. Деген дауыс шықты ғой андай. Ауыздың дауыс шықты да. Ктунг деген. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Болған оқиға подкастының тұрақты көрермендері. Енді кім келеді? Енді қашан деп отыр едіңіздер. Міне бүгін сіздерді күлкіге қарқ қылатын жігіттерді арнайы шақыртып отырмыз. Демедік деп жазып жүрсің. Демедік деп па? Жүргізушілеріңіз мен Елдос Колобок және де Болған оқиға подкастының, киносының, проектісінің режиссері, продюсері, актері, жүргізушісі Нұрболхан Шарапов олдарыңыз. Және бүгін бізде қонақта. Олдар емес дедіңіз. Олдарыңыз деймін. Олдар емес. Және бүгін бізде қонақта болғысы келді. Өкінішке орай қоштасамыз. Мен түсіре берейін. Бүгін бізде қонақта Грант Орал Елжан және де Жетісай Сырдария Нұрсұлтан Қанапия. Қош келдіңдер жігіттер. Рустан Сағидуллин. Қош келіп атсыңдар жігіттер. Күн ыстық. Күн Басылды сама? Күн әрине деп. Орынды айттыңыз. Екеуі таңғы хабарға келген. Сондай болып. Әлбетте деп бастаса. Қазгидрометтің айтуы бойынша. Сол не еді Қазгидромет деген? Не ол сонда? Ауа райын. Болжайды ғой. Орталық қой. Толық аты қандай шын? Қазгидромет па? Жоқ, қазір. Менде бір шет естідім. Менде бала кезде естідім. Жалпы болған оқиға бірге екеуіңде түстіңдер. Болған оқиға екіге де екеуің түстіңдер. Бір ғана сұрақ, Елжан, сен постоянно киноларда достың рөлін ойнайды екенсің. Дос болып жүре ма? Ішетін досы. Анау киноға барсаң да Осы емесі дос болдың ба? Сон неге шеті қалып қойды екен? Сол сыбыстардан естуіміз бойынша сен даже рөлге кірмей ойната береді дейді. Брат, мен өмірімде ішіп көрген жоқпын, өмірімде темекі шегіп көрген жоқпын. Мүлдем. Валлахи. Негізі ол ішпеген адам қатты ойнайды ғой негізі. Серьезно, Сыртынан көреді ғой ішкендер. Өмірімде, брат. Ішіп көрген жоқсың, бірақ рөлді өлтіресің. Талпасын көрдім ғой, просто ондайды. Жанында жүрмей ғой. Сау болып жүреді ғой бұл, қарап. Пародия жасап. Ауылда сестердің адамдары бар жаңағы. Бірақ сендіріп ойнайды екенсің, елдер уже сондай әңгімеде шығып жатыр да. Елжан тек ішетін досты ойнайды, соған қарағанда өзі ішеді ғой деймін, рөлге кірмейді. Айжан Жұмабек, Шерхан Пірназар, Жарғымай фильм. Тоже досы болып ойнайды. Тоже ішетін болып ойнайды. Білесің ба, ну? Әйелің ішпеш бірден шығатын. Бір күні біреудің әйелі ойнап көрдім. Негізі болған оқиға киносына біз кастинг жасайтын кезде Елжанға екі рөл бергенбіз. Біреуі ішетін дос, екіншісі эскортница. Өзі Біреу әжейді. біреу Әжей ойнаса. Сақалды әжей.
Сонымен ішетін досты ойнайын онда деді да, соны ойнап берді. енді не актер боласың ойнайсың. На айтамын очо. Актерлар, бір екіншіден жайдарманшылар, яғни әзілге де жақын жігіттер. Нұрсұлтанның өзі негізі Джим Керридің жиені. жиені Стивен Сигалдың нағашысы. Стивен Сигал ема қалай есіме түсті бұл. Амандасып жіберейін. Еще анда көрерменнің размерін айтып жібереді ғой. Қалың көрермен. Қалың көрермен амандасады. Андай бар көзқарақты. Қалың көрермен дейді. Не жаңалық? Жаңалық сол. Болған оқиға да жақында. Теплицада тұрып жатыр. Теплицада. Бізде негізі бұндай күн бар ғой. В основном тек Жетісайда ғана ыстық болатын еді ғой. Бүткіл Қазақстанда ыстық сондай бірдей ыстық болып кетіп, түсінбей қалды ғой халық ондайға. Сен Жетісайдан ыстық болып тұрады деп Шымкентке бүйтіп көшіп едің, Шымкент ыстық болып кетті. Алматыға келіп киноға түсіп жүредің, Алматы ыстық болып кетті. Киномды бүткіл Қазақстан көріп еді, Қазақстан ысып кетті. Молодец. Кеше осы күн ыстық болып кетті ғой, тори қатты. Сосын қазір бір квартира тұрып отырмын да, бір жалдап берді да. Іште кондер жоқ. Сосын ана хозяйка жазып жіберемін ғой, апа, осы районыңда бар ма деп, ысып кетті ғой күн деп. Ана апашка жазып жіберді да, болды енді күн салқын дейді. Шыда дейм ба? Болды күн салқындайды. Жүрді кәдімгі самат секілді. Жарайды деп. Сен кіммен тұрып жатсың мұнда? Өзім бар. Сен көп отырма Жалдап қазір? беріп отыр, иә, сол жалдап. Қай фильмде? Барахолка дейтін сериал. Сен түсіп жатсың ба? Сериал ма? Тоже қуандық Алматыға бәрі бар, ә? Досы болып ойнайсың ба? Жоқ, сатушы. Аяқ киім сатамайды. Барақ алдап жүрген болса да, бір әлі қыс келіп жатыр, әлі аяқ киім сатып жатыр да. Көктем кетіп сатып жатыр. Саудасын. Көрген саудасын. Сөмке ар жақта отыр ма? Сен жақта шейін сатып отырсың. Дерзкий кетіп отыр. Бізде кәдімгідей күннің ыстығы енді бар, о Жетісайда басқаша. Полный кірсем күйіктің иісі шығады ғой Барғамыз мә бір ыстыққа түсіп, кәм шыдайым, датаво прям. Көлеңкенің өзі 43 болып тұрады ғой, көлеңке. Жердің күші жетпей жатыр. жоқ. Бізде енді Жетісайдың адамдары үйреніп қалған, онда өзіміз үйреніп қалған. Ана ыстықта әбетте документ тұрлап жүреді ғой. Кәдім анда қолында документтер өртеніп жатса да печат қойып үлгеру керек. Ыстық шай ішемін одан кейін. Ана печат жұқпайды ғой документке ше. Үйге келгенше батады. Шаруаны бітірдік деп түскі 3-те шай ішіп отырасыңдар ба? Мороженое жемейтін шығарсыңдар да? Мороженое ішеді. Ана бір сөзің бар еді сен. Біздегі соңғы бірдеңді айтып отырған ғой. Бізде болған оқиғада ма? Біздің күнде туралы айтып отырмын ғой. Шынымен бізде Алматыда дегенше. Алматылық. Алматының погодасы рахат қой деймін да, андай ренжітпейді ғой. Андай бірден жаңбыр жауып кетеді, бірден көлеңке келіп, әдем болып қалады ғой. Жел бола салады. Иә, жел бола салады, приятный бар да, әйтеуір. Жетісайда кәдімгі күн мына жеріңде тұрып алады ғой. Астап ше, бетіңе түсіп кәдімгі. Бұрылған жағыңа қарай кетеді ма бірге? Күнде парилка ма? Иә, күнде қамам. Жоқ, сенде бір фантазия жоқ екен. Сонша ай, 3 ай бұл киноға түсіп жүрді ғой. Съемкадан съемка, ал енді демалайын деп күннің таза ыстығында Ташкентке кетіп қалған ғой дағы. Ол жақта жанып тұр ма? Ол жақта қатты ыстық. Ташкентте күн, Ташкент болып тұр ғой. Машиналар полный ақ қой ол жерде. Иә, андай қара машина болмайды. Редко. Сарғайып кете ма? Көгеріп кетеді. Не ана Жетісайдың өзі күні де ыстық, адамдарды басы күшті қала өз алдына ше. Мен Жетісайда шашым қазір әдейі жаңа қайырып алдым ше. Қайырып атып есіме түсіп кетті. Жетісайда бірінші рет КВН-ге шаш алдырғам ғой.
андай қылып сол назар аудардың стилі келіп жатқан кез ғой 2013-те фестивальға. Сайдың өзінде фестиваль болып жатыр ғой. Жазға. Сол жерде тура андай шашым мына жерін сыздыртайын деген ғой. Иә. Ева. Бірден түсіндіңіздер ма дұрыс шықпағанын? 2013-те ана айнадан үлкен айнадан көрініп тұрады ғой енді. Анам да тұр, мен де тұрмын. Ол бүйтіп алып жатқан кезде мына жерін бүйтіп сыздыртасың ғой дедім, андай сызасың ғой деген кезде ол бүйтіп қарады да былай я деді ғой. Я деді, андай. Алғашқысы мен болып тұрмын ғой, сыздыртайын деп тұрған. Сызық сұрап тұрған сен ба? Жетсай бойынша. Бір барып келді бір жерге ше, ютубқа кірдім ба, білмеймін. Сызық қалай? Сөйтіп бір келді да, болды деді ғой. Алам деді ғой. Алам. Смело кірді ма? Камау, бір ойласып келді. Сөйтіп анау бүйтіп алып атқан кезде өзінің бір сызбасаң да сәл қайырлатын линиясы болады ғой шашының. Сол линиядан басқа линияға түсіп кеткен үстіне мен көріп тұрмын. Ол да көрді да екеуміз бір-бірімізге айнаға қарадық қой. Екеумізді көріп тұрып, оның да қателескен көрдім да. Жерін қанап отыр. Сол линия бойынша қанасы. Жерге сұтпа тұр. Сөйтіп маған қарап, ана линиямен сызып бара тұр ғой, ұялмай ше. Андай. Алматыр ма? Ол анау, ол жер емес қой дегенше алды ғой ше. Сөйтті да, мысалы, мына жерінен алды ғой, сәл ананың екі ортасында андай бір түрлі өсіп тұр шаш ше. Сөйтіп соны маған қарап, ұялып, ананы да бет қырды да, мынандай бір линия. Поле жасап берді ма? Мынандай бір линия шығарып берді ғой. Жолдың полоскасы ма? Линия занят болды анау. Сол анау бүйтіп алып біткен кезде өкіндім ғой мен. Сыздырған біреу бар ғой. Тура жаныма кетпенмен ұрғандай бар. Сызық қалды ғой кәдімгі. Үлкен сызық. Анау қосылмайды уже жанына ше. Иә, нәм болып кеткен ғой да. Сонымен ана өскен жердің ғой енді. Мен де Алматыда қымбат бір неге барам. Барбершопқа. Көрейінші деп ше. Сөйт, менде де пробор бар деймін, сызық бар ғой мына жерде. Соның сызығын шығарып бересің ғой дедім. Я деді. Ол сызықты алдыңғы адам дұрыс емес сызықты деді да. Бір линия былай түскен. И келесі адам былай түсірген, сонымен екі линия болып тұр ғой менде, короче. И бұл деді. Ана пшт деп септі, ана себетінде септі да, былай шашты бетті да, негізі былай қойдып, мал үшінші линияны жүрді. Сонымен үш сызықпен шығам монеда жем мал болып, содан кейін уже бір-ақ адам қалдыратын болдым ғой, өзі постоянно сызатын жері бар, сол жолмен өзі. Короче, қалау Турцияға барып шаш алдыратының да ше сен. Қалабай екеуміз Турцияға бардық, короче. Шаш алдыруға барды ғой. Шаш алдыруға бардық. Просто шаш алады. Кеш ақсап десең. Анадан кірген кездегі түрмен шыққан кездегі түр вообще кәдімгі Алматы мен Жетісайдың погодасы болды, короче. Алматы деп жүресің ғой? Жетісай деп жүресің ғой? Тура сондай түрмен шыққан ғой мұна. Түрікті боқтап шықты ғой ше. Андай ғой ше, анаған жеткізе алмайсың ғой бұл ауызыңды да ше, сонымен бірақ сөз есіме түсті ғой, аман болса басым әлі өсер шашым деп өз-өзім жұбатып шыққан. Ойға барған кезде. Вообще сәл шыдасаң, 2 күннен кейін Қазақстанға қайтатын ек қой, негізі ше. Бірақ мен шыдамсызбын ғой. Алдырам да. О жақта ешкім көп танып атқанда жоқ бұны ше. Ешкім бүйтіп көп, мына қалабық қой шашың не болып кетті. Шашың өсіп кетті ғой деп те айтпайды ғой жақта. 2 күннен кейін бомж болып келдім ғой елге. Түрім бычыт болып. Баяғыда Ақас братан Оралда шаш қиып жүрді, сол 13-тердің кезінде брат. Альбина дейтін салондағы еді.
қатты қият енді братан очередь болады берік қайша бірге бәрі істейді бірге кәдімгі потолок мынаны кәдімгі үш қылып дейді болды жараса ма жараспай ма бәрі істеп жатыр короче мен класстасым короче 25 май ғой брат очередьқа жазылады бір күн бұрын жазылады ертең 25 май короче 12-де барады ақас братқа қылыш қылып алады ғой жерлерін бәрін лақтырып дейді короче қылыш қылып алады да бір күн бар ғой енді әлі үйіне барып бұл ұйықтап қалған бір күн бар ғой әлі сүйос бәрін қатырып тастаған бүйтіп ұйықтап алған ғой деп білдіре алмайын деп сүйосмен жатыр ма полный братан бір күн шыдау керек қой ертең келесі күні дәріс қылып тұру үшін соның бәрі бүйтіп ұйықтап тастаған андай мойындағымен жатса да бүйтіп алдында шаш жапқышпен ба біздер ана немен Талдықорғанға неге әкім клубына бардық та біздер жетсай болып Сырдария болып сол кезде біздің звукачымыз жыртады негізі диджейіміз финалда 2017 чемпион болу керек чемпион болдық енді чемпионский жылда ол таперда андай не прямой эфирге кіріп отырып қойған ғой сондай жыртады өзіміздің бала ғой сөйтіп любой темада бар любой ситуациядан шығып кетеді да ол и Талдықорған әкім клубын ойнайын деп жатырмық мен бір қобыз тартуым керек шутка тартып атып қобыз үзіліп кетеді звукпен үзілу керек қой птың несі сөйтті да кімде жоқ болып қалды ана звук диджейімізде мәкең жаман жынданып кетті бірден жынданып кетті қатты осыдан сен диджейсің ғой сен жұмысың ғой табу керексің ғой осыдан таппа бірдеңе қылып тап қазір бір айналып дайындалып келеміз деді да сөйтіп дайындалып келіп аба-жаба ойын басталып кетті в общем сөйтіп бір айтқанда не қылды ана звугың деп кетіп баратып айтты да дайын мәке деді ол звук жағы лишь бы неға жоламау керек болып тұр ғой көрсетші кәні деген сұрақ қойылмаса екен болып тұр ғой кетіп қалып сахнаның үстінде көретін болдық қой ойында ше звук үзілген иә ана ненің ішегі ма не дейді иә сөйтіп үзілу керек біздің неміз негізі негізі деп қобыз тартып жатырмын сөйтіп қобыздың звугі кетіп жатыр сөйтіп бірден тап тыныш болып қалды да ана қобыз ойналып атып өшу керек андай үзілу керек қой бірден тыныш болып қалды да қобыздың ше деген дауыс шықты ғой андай аузын дауыс шықты да птонг деген микрофон ұстаған ба микрофон ұстамаған андай немен баса салған диктофонмен ше аузымен бірақ дегеннен тұрмай дап-дауа тыныш жер тауып алғанын айтамын да мәкеңнен қорқып кеткен ғой андай уайымдап дегенде тонг деген шашылып мә дедім сахнада тұрып ше қобыз мындай да не деген фантазия ана балада халық не үзілді деді сен бүйтіп отырсың ғой мәкең мен Диастың арасы үзілді ғой сол жерде шек үзілген жоқ арасы үзілді ғой ол кезде Марат негізі андай кішігірім перфекционист ол да иә бәрі орнымен болу керек бәрі четко болу керек кешегі ойында сондай болған жоқ па біз ноутбукке звукқа келгенде сондай кеше туған күнде 2,5 минут аукс оқымай қалды деді ғой басында ма иә басында Альфредті шын айдап кетіреді ғой сахнаға мәкең жаман жынданып қалды енді ондай жақсы көрмейді ол мұғалім жауапкершілігі бәрі ровно болу керек деймін негізі жаман ғой братан шығайын деп жатқанда неше минут үнсіздік 2,5 минут жаман болатын да баяғыда Астанада жүрген кезде фестивальдің кезінде еще не болып жатады ғой кәдімгі 1-4 1-2 полуфинал андай полуфинал это самый важный ойын ғой финалға өту деген нәрсе ше сол кезде уже демеушіміз болашақ деп атады ғой дейді халық тишинада халық басылады бір кезде шапалағы пауза халық жоқ халық қайттан біреу қолдап шығады деп көтеріледі да қайттан басады музыка жоқ и паникамыз не болып жатыр короче сондағы сол жаңа анау не ғой аукс оқымай жатыр деген әңгіме ғой короче түсіндің ба
сол жаман ондай болса настроить. Бұл сендерде кешегі батыр екен ғой. Түркістан сарайына, Түркістанға барған кезде 2009 жыл ғой. Әлі есімде. Тараз 2000 деді да. Көңілді жігіттер ол кезде. Көңілді жігіттер Тараз деген кезде. Біз кубокты алып кететін кезде ма? Жалғыз өзім жүгіріп шыққанмын ше. Анау көңілді жігіттер Тараз дегенде. Оказывается, анау Арман сөйлеу керек. Біз вообще дайындалмаймыз ғой негізі. Бүйтеміз, сөйтеміз деп айтамыз да. Бүйтеміз, сөйтеміз. Осыл сен маған десің, сен десің. Давай ма? Сөйтеміз да. Анақ барамыз, сахнаның сыртында тұрмыз. Тараз 2000 дегенде жалғыз өзім жүгіріп шыққанмын ше ордаға. Не музыка жоқ, не басқа жоқ. Сосын басым салбырап қайттан келген бар Арман сөйлеп жатыр ғой. Болса, көңілді жігіттер Тараз дегеннен қайтадан жүгіріп шыққансың ғой. Аяққа вообще тұрғызбаймыз ғой. Фестивальға баратын кезде пойыздың ішінде дайындалады деді ғой. Пойызда жатып дайындаласың ғой, жатып. Астана квартираға барып, сосын тренконингке қойылесің ба? Сосын анау жұртқа ойын салайық. Давай, жаз. Осыны ойын саламыз деп. Сондаймен барасың дайындық. Неде? Марат бізде өлетін еді ол сразу. Асылып ше, мынандай дайындықпен. Жауапкершілігі чирик енді ондай жақтырмайды. Звук қайынмай жатқан адам. Бізде жетседе 120 мектеп бар еді баяғыда. Көп қой енді мектеп айналысты. Әр мектеп, екі мектепті қосып, әр мектеп жақта бір 50-ге жуық әкім кубогын ұйымдастырдық. Ауылдарды аралап ше. Бір машинаға мініп аламыз да, мынандай кубок алып аламыз да. Әр неде жаңағы балда соның ішінде ұпайлары нелері трибун бір машинаға салып аламыз да бәрін кәдімгі әкім кубогын аралаймыз. Енді ол кездегі әкім кубоктер жыртады ана ауылдағы балдар. Бір кезде бір команданы хабарладым да мен. Сөйтіп мына бір бұрыш перденің ары беті андай перде ғой енді көк перде актовый зал андай нелер эскиздері көрініп тұр да балдардың. Андай сүйеніп тұрған ше бір перденің артына көп бала жиналып қалды. Сол перденің артында төбелесіп жатыр екен екі ауылдың балдары ше. Сен хабарлап тұрсың? Хабарлап тұрсың. Ана микрофоны барлар бұдық деген дауыстар шығып отыр ғой. Бір кезде перде пытыр деп үзілді, ары бетінде балдар көрініп қалды да. И ағайлары ажырат тез шығар жерді ұрсып ше ағайлар. Ойна деп ше. Мына жері ісіп бір бала ше. Мына жері кәдімгі ісігенде де андай көз алдында сәл үлкейіп кішірейіп тұрған о ше. Діңдеп тұрған. Солғылдап тұрған. Мына жерде дың тұрған. Бірақ несі жауапкершілігі жақсы екен ол баланың. Бірде я деп тұрған андай балдармен настроймен. Ауылдың көбендері жыртады. Ана нен Гүлашпен бірге барып Хамид, Қуатжан үшеуің нен түсіріп көрген жоқсыздар ма? Неде Бұхарада, Өзбекстанда, Ташкентте ол кезде енді бір адамдар жыртты енді. Хамидтер ма? Хамикең. Анаусы ғой да. Қатты есте қалғаны. Шаш ғой. Шашын қызылға бояп алды да Хамикең. Хамид ба? Иә. И мұрты да өзінің табиғи қызылдау ғой. Мыс сияқты. Андай мыс сияқты. Мұрты? Иә. Мед сияқты мандай мед? Иә. Қызылдау болады ғой сымдар ше майда. Не деген тегеуін. Сонымен кашмир шалбармен тұрды. Бұхарадамыз ғой. Хамикең номерге бірдеңе алып алайық магазиннен. Ішетін, жейтін. Десем, өзің ала берші, адамдар қарап кетеді. Бір-екі адам қарап қалып отыр да бас. Қарап кетеді деп айтады, түрімен. Жоқ, кіре берейік деп, Бұхарада кім таниды бізді? Ешкім танымайды ғой, рахат қой, жүре берсеңізші десем. Хамикең айтады. Танымайтын ешкім танымайды ғой, бірақ адамдығым ше дейді. Танымайды екенмін деп, қой ұқсап жүре берейін. Адамдығым ше деп. Ана бәрі внимание алып қалады. Анда кейде болады ғой, шетелде жүрген кез ешкім танымайды ғой, рахат қой деген. Соған точка қойды ғой. Танымайтыны танымайды ғой, бірақ адамдығым ше. Ертек қой. Оралда не жаңалық? Көріш, братан, соң. Сен үйленгенсің ба? Иә, екі балам бар. Семья Оралда. Өзің осында. Сол съемкаға. Андай кездер болды ма, например, семьяңмен андай болады ғой, үйде бола бергенше лучше съемка деп кетіп қалайыншы деп кетіп қалған кездер болды ма?
жоқ брат деп жоқ камера қалай айтамын брат деп Оны қалай мойындаймын десең. жоқ брат ондай болмады да болған бірақ ондай болған жоқ дейді. бірақ сапарда жүрген күшті ғой брат негізі ер адам болған соң сапарда жүру ұнайды да енді бірге жаман көп болдық қой коттеджде не бір нәрсе Ұнайды шоуда ма? ұнайды шоудың кезінде енді бірге тұрып не бір шоуларды көрдік қой ұнайды шоу коттедждің ішінде болды ғой бәрін көрдік Ол кезде бойдақсыңдар. бойдақ кезден бастап та ұрдық иә содан кейін екеуміз үйлі болып отбасы Камераға емес шығар. бұны айта беруге болады короче бана КВН дегенде есіме түсіп кетті біздің бір братчиклар ауданнан бір телевизор ұтып алды короче үлкен мындай жұқа телевизор ғой короче соны ұтып алды квартираға қойып қояды да таңертең балдар біреумен сөйлесуге кетіп қалады спонсормен сосын ойын екен уже брат сосын ана іште бір басқа бір братчик алып қалған ғой в общем үйде соны айтқан короче телевизорды ал да ломбардқа келші короче өткіземіз да билет алып астанаға барамыз деген в общем давай деген балдар анамен спонсормен кездесіп ломбардтың қасына келсе ана братчика арты бар нән телевизор келіп тұр дейді Квартираның телевизорын алып кеткен ба? квартирадағы арты бар нән телевизорды ломбардқа дейін алып қойған ғой жаяу алар жыртылып қойған осы күнге дейін үйге барсақ квартирада апай қуанып кетті дейді мен ауыстырып тастаған шығар деп ойладым деп оның арты бар да енді ана істемей қалып тұр ғой енді несі оның арты істемей қалып тұр ғой шығып кеткен шығар телевизор логикасы істемей қалған Біз бірде бірақ 100 теңгеге баратын едік қой, билет 100 теңге кезде жүретін едік қой біз. Қай жақта? Ауылдарда аралап, Луговой, Меркі, Гастрольге шыққанда ма типа? КВН-мен шығып. баяда Нормально ойнаңдар, деп. Айқайлап отыратын біреулер болды. ондай бүкіл жерде болған шығар ол да спартакке келіп артта отыратын балдар да көшеде болған жағдай десе именно қай көше дейді Именно қай көше. мен сол әкім кубоктерінде бір күн алдын редактор болып барасың редактор аласың редактор болып барасың сол кезде анаң кім не уже 41 бәлесінше әкім кубогы ғой ше ананікін анаған бере саласың анаған ондай нәрсе болма деп анаған сондай нәрсе болатын қылып бересің бір кезде мынандай нелер жиналыстар болып отыр ғой апайлар ше мына жерімізден тартып ше сен бала айқашу ше мына жерден тартып әкетіп барады негізі жаман да андай ойланып сөйлеу керек по идее да негізі ана не деді жоқ енді ауыл жақтарда андай бірден КВНмен барып қалған кезде түсінбейді ғой ол кісілер нақты еще біздің жетекшіміз айтады басында жиналыс апайларға ше ол білімге ең бірінші білім болу керек мысалы мына балдарды қараңыздар деген кезде біз тұрамыз ше Білімді болып. андай табелінде 3-і бар бала КВН ойнамау керек деді ғой Мә? табелінде үші бар Табел деген сөз қақтан қазып шығардың қазір, оны естіген қай заман дейі. табелімізде 4-іміз жоқ қой біздің тек 3-іміз бар ғой мен 4-ке оқыдым бауырым деймін баяғыда мектепте ұбт болды ғой ана не бастапқы ұбт ғой андай пробный ма дейді ондайды сосын классасым бар еді короче бірдеңе вертяк болып кетті бірдеңе шығып отырсын доспам досым әкел қазақстан тарихы істеп берейін ба деді короче мен ойлайтын мә жақсы болды короче мен ойланбайтын болдым ол жақсы болды кішкене бердім короче отырмысың бір 15 минуттан батырлатып тастады вообще деп айдап отыр короче жанында алдында рахмет деп жақсы болып кетті қалған сабақтар деп тапсырып шығып кетіп келесі күні айтады қазақстан тарихы қарасам 3 болып тұр анау тек тренировка істеген ғой короче айдай берген ғой мынау сияқты примерно мынау сияқты деп айдап 3 қылып кетті Геродот болды сол жерден Бізде ауылда мен бір класс жоғары оқыған
жігіт болды, ұбт барды, ұбт тапсырған ғой, короче. ұбт-дан 14 ба бала алған ғой, короче. Общий ма? Общий. Немене әр сағатта үшеу ма? Мен былай естіп, былай айтып жатырмын деп ойлап, ұбт-дан бір 14 ба бала қатысты деп. 14 бал ма? ұбт-дан 14 бал алдым деп айтып жүрді, типа. Сосын мектепте де естисің ғой, қанша бала алдым, бізге қызық та, біз келесі жылы тапсырамыз да, қанша бала алдым, 14 бала алдым деп. И сосын мектепте жүрген кезде апайлар уже премьерға бұрсады ғой. Анау мынандай алды, мынау мынандай алды. Ана 14 баланы мынау 13 алды деп ше. 13 несі нахуй дейміз ғой. Басы кетіп қалды. Сол айтамыз ғой. Дауыс сен 14 деген жоқсың ба десем, үндемесе деп ше. Бірақ мал қосып алып. Қосатын болса қоспайсың ба деймін да. 34, 44. 44, 65 қос деймін да. Өзі 13 алған ұбт-дан, бірақ 14 деп айтып жүр елге. Қазір бұны Шафиғат әпкеміз көретін болса ренжитін шығар, бірақ мен математикадан ұбт-ға кірген кезде просто анда ұнайтын әріпті таңдадым да. АБЦ-ның АБЦ-ны таңдадым. С ұнайды маған. Полный С ма? Полный сығылдым. Содан жетеуі дұрыс болып, 3 деген бағамен аман-есен шықтым ғой. Ал орыс тілден қасымдағы класстасыма жасап бергенім, ол 5 алды да, жасап бердім мен оған. Өзім орыс тілін 4 болып шығады ғой. Өте ма? С ұнайды, С. 10 күн полный бұғылдым, демекші. Мекін ағылдым. С оңай ғой бояп тастағанға ше, бүйтіп домалақ үшін бояп тастайсың да. Сол үшін оңай. Бізде вообще оқымайтын бір бала бар еді, сол 94-пен тұрды ғой бірінші орында. Үздік нелердің бәрінен шығып кетті ғой. Сен басқа мектептен сұрап алған ғой прошивка. Соны айдап тастаған ғой. Шпаргалкамен ғой. Мен ана мектепте тапсырдым ғой. Бізде 119 дейтін мектеп болды. Сол мектепте шығып еді ғана. Қыздың орнына қыз болып кірген. Қаттарып сол мен ғой. Ең бірінші актерлығым сол кезде болған десе. 14 ба қыздың орнына кірдім десең. Қазір қатал, по-моему, иә? Қазір қатал, иә. Сол қыз қатал қазір десең. Сол қыз қатал десе. Мен спорда енді чүрішір қатты дайындалдым енді оқуға дайындалмағаннан кейін ана жерде барынша саласың ғой. Лосина сатып алдым. Жазды күні майда. Лосина. Серьезно айтып тұрсың ба? Серьезно, не серьезно айтамын. Манағы ыссы бар. Иә, жаңа ыссы бар. Лосинасыз өзі жақсы қып тастаған. Ана жерде кәдімгі әріптері кәдімгі сия ағып жатыр ғой жанынан. Күн ыстық, аяғында лосина. Абысыдылар бүйтіп жерге. Балық жеген делесе көрінбей қалады ғой газеттер. Кәдімгі сол лосинаның ішін толтырып тастағам ғой шпорға. Жабыстырып ше. Полный бір Дене кітап тастағам. Сабақ қып па. Кәдімгі не қылып алғам. И менікін бүйтіп сипалап жүрді, өтіп кетем. Ой, зор болды ғой деймін ғой. Бірақ ботымда не көп парақшы. Бұтың білімді. Бұтың білімді. Ботым білімге толы. Бұтындалар бүйтіп оқып отыр. Қайсы. Месетте деп отырмын. Оны сен қалай шешіп шығардың? Шешу шығару соған ойлап тұрмыз. Немді Салуға дайындалдым. екі қалтамды жыртып не қып тастағам. Жыртып тастадың? Иә, жыртып алғам. И лосинаға да жыртық жерді қып қойып қойғам ғой. В общем, сол қалтама салған кезде бәрі ұсталынатын қып ше. Еще. Мынаны қара. Мына бетіме қазақ тілі. Иә, соны айтып тұрамын. Қалай бөлдің деп ше. Өз бесеу ғой, иә. Мен мысалы біреуіне шпор алмай-ақ қойсам болады ғой. Полный салу болды. Бәріне шпор салып алғам ғой. И кәдімгі қуанып шығарып жатырмын ғой бір жерінде. Біреуіне үйтіп алып алдым, физиканы таңдағым ғой мен. Шпорға сеніп тұрмын ғой шпорға. Сөйтіп анау тура шпордағыдай шыққан сайын жаның кіріп қуанып бір
ғылым ойлап тапқандай ше андай кәдімгі басып бүйтіп қоясың ойнатып жүрдің. бүйтіп қойып кәдімгі белгілеп отырмын бір кезде бір шпор тұрып қалады ғой бір жерге ше аңғайсыз мен былай өтеді апай жанымнан бір өтеді қасымда бір танымайтын қыз отыр сол бір кезде ана қалтама тықтым да почти мына қолым мына қалтамнан шығып жатыр ана қолың мынаяқтан шығып почти айналып еңкейіп анау көріп жатыр мына жерінде кәдімгі бұтыма кәдімгі небір заттар тұрған ше и кәдімгі қолым бүйтіп айналып жатқан кезде оң жағыма қарап қалсам қыз бүйтіп қарап тұр ғой сөйтіп мен бүйтіп қарап қалдым да ол түсініп тұр сөйтіп сәлден соң қолын юбкасіне тықты ол қолын ше ол да шпорда айналдырған екен сен ғана емес пе екен? иә кәдімгі таба алмай қалған жерін ішіне юбкасының ішіне кіріп әперіп жібердім складтағыдай Қай сабақ? қай сабақ Юбкасының астына кіріп бүйтіп отырса. К, Б деп тұрады андай Так, мынау математика. Ең қызық сұрақ, қанша балл алдың? мен ол кезде 13. ой өрсей ол кезде мен 70-тей алдым ғой 72 ма сондай алдым орыс тілін қоспағанмын Полный Орыс тілімен бірге орыс тілімен 90-нан аса Ол кезде 67 орыс тілінде жетісайдағы нормальный абыроймен шықсың ғой жетісайдан. Грантқа түстің ба? грантқа Проходной қанша еді? 50 ме еді 60 ма еді? 60 60 еді. Сендерде қанша болды? сол Бізде де проходной 60, мен ОБТ-дан 59 балл алғам. Бізде проходной 45 па сондай еді ғой? Проходнойға бір-ақ балл жетпей қалған ғой менде. 59 балл алдым да. Проходной 60. Андай ғой, апелляцияға бере аласың еще білесің бе? Иә. Сондай не болды ғой. Мен апелляцияға берем ғой. Далбай құсап. Шығаруым керек, ана бір балды Табу керек. табуың керексің. Андай страх қой сонда ойласа. Мен апелляция алып проходнойды алмасам мен болды. В общем, поля бағып, поля егіп, мал бағып, сөйтіп кетем деген понятие тұр ғой менде сол кезде. 59-ды алып, жылап, апелляцияға беріп. Апелляциядағылар Айтса енді. Апелляция бергенде құрғыш болып шықса. Негізі. Бұрынғысы дұрыс еді. Мен бірақ жақсы 92-мен шықтым ғой. 92-мен шықтым, бірақ қандай тактикалармен шыққанымды айтпай-ақ қойын. Лосина келген жоқпын. Бірақ мен фольгаға айтпай қойын бәрі вообще шпаргалка қолданған жоқпын. Мен фольгаға 2 чип орап, симка, тілдің астына салдым. 2 простой телефонның ең кішкентайын алдым да, бұтыма салдым. Бұл басқа ешқандай шпаргалка деп басымды ортқан жоқпын. Кірдім да, оларды қолданбай 92-мен шықтым. вообще ма Қазір дипломымызды жоқ қылып жіберсе бәле ғой, иә қазір білімнің заманы біз негізі жастарды насихаттап жатқан жоқпыз. Шпаргалка, телефонмен кірдіңдер, бүйтіңдер. Біз оқыңыздар деп айтамыз. Себебі біздің кезіміздегі комиссия қазір сіздерде жоқ. Қазір камера білінді сияқты. Қазір жастарға қатты білінді сияқты. Қазір 2 ұбт тапсырғаны сондай ғой. 2 рет ұбт тапсырады. 2 рет тапсырады. Қайсының балы ұнайды? Сол алып кетеді. Соны алып қасаңыз. біздегі кезде выживание ғой таза сондайлардың заманы ғой. Бірдеңе ойлап табатын шпор бірдеңе. Анау бар короче баратын. Бір братчиканың досы ғой. Қарыз көп болып кеткен ғой барады. Көп дегенде оған көп болып кеткен. Бір 500 дей ме болып кеткен короче. Сосын мынаны шешім не істейін дегенде вахтыға басқан короче. Вахтыға барған бір ай жасап тастап. Короче вахтыда андай екен. Таңғы 6-та ма түседі екен ақшасы ше андай. Гдың деп ұйықтап отқанда таңғы 6-та 500 мың түскен ғой. 600 мың ба? Глинг деп түскен короче. Түсті, ана отырып
түсті деп бүйтіп ұйқылы қарағанда бәрін атып жүрген ғой шын. Тез ана ішінде андай дейді да, тез құтылып тастайыншы деп, короче. Атып жүргенде, короче, жатып қалған. Шамалы бір 9-дарға ма телефон сызылдаған, короче, толтырып. Ана тұрып, бәрі не болды екен деп, жаңа бір кісі ғой дейді. Алып, да алау десе, еше қосын ба, 50 мың единица неге салып жүрін деген ғой. Платеж қылып айдаған ғой бәріне, брат. Единицамен салып жүрген ба? Единицамен анаған 50, анаған 100, анағандай айдап тастаған ғой жан-жан. әлі сөйлесіп жатқан шығар олар. 50 мың единица дейді айрады ғой да. Телефонмен, Единица бітпейді дейсің ғой. звонок қосып қоясың, болды ғой. Күніге 50 мың единица жүрген жырт жүртсі әңгіме бар. әлі де бір 12 мың единицасы бар жоқ. анам 500 мың дегенге еске түсіп отыр. Ана бір таныс бала, атын айтпай ақ қояйын, біз танимыз. Жазды күні емес. Ораза кезі ғой, ораза кезі. Бір жерде отырып, карта ойнап отырып, түнде ғой енді. Ауыз бекіткен дейін әңгімелесіп отырып, бір кезде спор кетіп қалды. Түркістанға дейін жаяу барам ғой мен деген спор кетіп. Шымкенттің ішінде ше. Сөйтіп, қойшы деді, давай, 500 мыңға спорда кетті. Мен куәмін, куәгермін. Сен қыз болып кетті, стектің да отырсың. Сөйтті да спорласты, ауыз бекіткенен ауыз ашқанға дейін жетем деді ғой. Сен Шымкенттесіңдер. Түркістанға ше. Екі орта? Неше километр? 180 деймасында. Сөйтті да, давай деп қызық көріп отыр. Енді бұрын барған адам құсап айтты ғой. Ауыз бекіткеннен ауыз ашқанға дейін барып жүр дедім мен ше, жаяу. Сөйтті да кетті ғой. Ол примерно бір 12 сағат қой, сонда ауыз бекіткеннен ауыз ашқанға дейін. Қанша сағат болса да. Басты ма не, серьезно? Бірінші жай андай. Легкий бек дей ма, сондаймен кетті ғой. Сондаймен жай кетті. Бізде малымыз ғой. 10 мен машинамен артынан тексеріп барасың ғой. Ол кешке ауыз ашар кез жеттім десе салған, ол бізге керек емес қой. Жолдан көру керек. Жолдағылар ойлаған бар, атлетик бірдеңе шығар. Суда ештеңе уже ішпейді орада. Жай кетіп барады. Бір кезде ішіміз пысып кетеді, сәл ар жүріп тоқтап күтіп аламыз ше. Бір кезде анау жүгіріп жатыр, жай жүреді, жүріп жатыр, өзі айтады ғой уже, андай болды дегенге дейін ғой енді. Өзі айтады ғой, ана қаланың ішінен шықты ғой енді, сәл анау Шымкент, Түркістан деп басталатын жерден бастаса мақұл ғой. Спорласқан жерден бастап кетті ғой, қаладан зор. Қаладан шыққан шаршап қойған ба? 3,5 сағатта кетті. Қаладан шыққанға емес, сен сәл ары жүрген соның өзінен шығып қойғат, анау айтады. Уже күн шығып келатыр ғой, әжептәуір күн, быжырайып шығып келатыр да. Шаршап, аяғым өзінен өзі жүріп баратыр дейді, тоқтасам да ше. Жүріп баратыр, қиналып, уже шөлдеп таңдайым жабысып жатыр. Қиналып барып, андай табличка шығады ғой алдынан. Қарап қалсам, Түркістан 160 дейді. Сол кезде ұтылдым деді. Сол жерге барғанда уже дома болды. Ол андай қарай бермеген ғой, уақытқа километр ештеңе, қаладан шыққанса сәл арада жүрген, басын түсіріп алып бүйтіп жүре берген де, аяғы талып, шаршап кетіп табличкаға қарап қалса 160 километр деп тұр. Удар ғой. Сонан Разворот Шымкент 3 деп тұрса, вообще виднамай. Сол жай жүрген 3 километр болса, қаладан шығам деген ше. Тараз десе де жаман ғой. Керісінше кетіп қалса. Сен келген негізі нефтему спорт еткен. Квн жігіт болып. Мен едім дешіш. Той жоқ кезде ма? Ош жақында болса. Түркістанға қаншамен шығасың, брат? 500-ге шығам ғой. Ол қалай ол? Жаяу шығам. Бесеуітпен бола ма? Бесеуітпен болады ғой, бірақ тоже удар ғой да.
арыстан ораза солай. емес кезде шыққан дұрыс ғой, ораза кезде есіріп кеткен қатты өзіне ақ болған екен, иә, эмоция. Қай кезде шықсаң да. ораза кезде тамаққа тойып алды да четкий болып қалды ғой да смело шыдап тастайын деді ғой ауыз бекіткен кезде ма? уверен болып тұр да андай қарны тоқ сушняк жейіп тұр Табычкеде тамағын таппай қалған жоқ, уже жаққа жеткенше полный қорытып ше. Ана жетісайдан неге дейін Астанаға дейін велосипедпен шықтым деп жалаулар бірдеңе іліп қояды ғой. Бір братанды көріп андай жолдан тоқтап су не беріп атасың. Жетісайдан шыққанда енді бір кісі велосипедпен Астана, Елорда, Экспоға деп па шыққан. Экспоға деп па. Бір братан, мынау сондай ғой деп су берейік десек қазығұртта әбіржіп кеткен ғой. Осыдан Шымкентке жетіп алайын деп тұрғаннан ше. Қайтам алдады. Маңдай жолдар көп қой. Велосипедпен баса. істемей қалды ғой велосипедтің өзі Қазығұртта әбіржіп кеткен кезде. Әбіржіп кеткен ғой кәдімгідей. Бір рет велик алып арықтаймыз деп балалармен велик алып Айшебиге барып қайтып келесіз. Айшеби 13 километр ғой қаладан. Айшебиге барып қайтып келгенше ана көтің үш болып кетеді ғой, ауырып же, ойып жібереді да велик же. Анақа барғанша мал болдық қой. Ояқта еще біз демалдық, шай, тамақ ішіп, қайттан обратно келгенше мал болып, содан велик жоқ уже. Өмірімде бірінші рет мен ананы живой көргем, андай велосипедпен велосипед соғысып алу деген. Мен басымнан өткен великтерді дыбысы ма? Иә, ауылда ғой. Ауылда емес, Жетісайдан сәл шет нағашым үйі ғой. Соны зорға дегенде велосипедін алып магазинге барып келем, тал түсте ғой. Ана машинада тал түсте, машинада көп жүре бермейді бізде ше. Велосипедпен алып кетіп барып, мына несіне пакетін салып алғам ғой. Ана пакеті де андай ауыр ғой, су бірдеңе бар. Артында тағы не бар великте. Тарта береді. Алдымнан бір бала келе жатыр, маған қарап ше, велосипедпен басып келе жатыр, мен де басып келедім. Мыняққа кетсем, тез бұрылып кетемін. Ол мыняққа бұрып баратыр, мыняққа бұрсам бұрылмайды ғой. Анауды бейттеді, екі балоны бірге бір тиіп құлап қой. Кәдімгі балон соғысы ғой көз алдында. Андай жолда. Шошып кеттік екеуміз ше. бесеуітте ше құлағанда вертеп қойды. Жаман құлайсың. Оралды менде ізі қанша жыл тұрды ғой, санымда әлі бар ғой деймін сол. Анау Урал деген велосипед бар ғой. Мынандай ішінен аяғын тығып ай дейтін же. Сол ішінен аяғын тығып айдап, анау туысқандардың келе жатқанын көріп, соған пантабайт етіп кішкене қаттырақ айдап, сөйтіп андай стадион сияқты домалап қой, сәл бет бұрып ай дейсің ғой бүйтіп. Бұрған беттен осылайынан құлап, саныммен сырғанап барғам ана жаққа дейінше. Саным мына жерім бәрі андай қып-қызыл болып жара-жара. Андай кішкентай асфальттың тастарымен же, сонымен тұрдам ойна. Айбай деп же. Сол ізбен семьямен барып Ташкентке барып демалып қайттық қой. Ана утешать етеміз деп, сен де барасың деп бір жолата Ташкентке алып кетті ғой, утешать етіп. Қастасын бесеуіт айдап кетіп ұйықтап кеткен ғой. Мен жыртылып қалып соң естіп баратын прикинь. Велосипед айдап бірақ мен вообще айдап кетіп ұйықтап кететін болады ғой енді. Бесеуіт айдап кетіп ұйықтап кеткен ғой деп. Аяғымен. Прикинь, жыртылып қалдым братан. Ол тренажерныйдағы не шығар? Бірақ оянсам кетіп жатырмын дейді әлі прикинь. Андай құлай сақтасын, былай или бір машина астына кіріп кетсе қате болады. Подушкасы кішкентай көрпеше шықса. Платок па? Платок бетін жотты ма? Ұнайды шоуда түнгі съемкілер кетіп жатыр енді андай. 3 күнде бәрін түсіріп тастауымыз керек қой. И әртүрлі көрермендер отырады, массовка отырады, шын келетіндер бар арасында. Олар да шаршап отыр. Стресс конференция деген бар. Әртүрлі мамандық бойынша отырамыз. Олар сұрақ қойып отырады. Бір кездері кәдімгі балдарға қарасақ, балдар кәдімгі психолог, шынымен психолог болып жауап беріп отыр, позже шамдай. Шаршап қалғанбыз ғой, ол жерде импровизация. Таусыласың ғой, оның үстіне көрермендер шаршап отыр. Бір кезде елжан жырт
бірдеңе айтып жартылып қалды халық ше. Балдар да күліп кәдімгі ана жерде кім күлдірсе кәдімгі сол давай деп тұр қандай. Сен давай ала бер деп. Күлдірген адам құтқарайын деп тұр ғой ана жерде. Елжан төбемде тұр, мен диванда отыр, бірдеңе айтып жартылып қалды халық, жартылып жерді елжан. Тапа-тапа дейді. Поддержка жүресі ғой. Тапа-тапа дейді. Күлкінің үстінде айтып жүрді анда. Тапа-тапа дейді. Поддержка. Тапа-тапа деген тоқтама деген сөз. Жақсы кіріп жатыр, короче. Бірдеңе айтады, айырылып қалады аналар, короче. Мынаяқтан балдар айтады кішкене деп қалады. Мынау бірдеңе айырып дейді, короче. Соған давай деп жатыр ғой. давай Тапа-тапа ғой. Поддержка ғой. Аза, біздегі Азат атауы бір көрерменді ұйықтатып қойғанымыз соншалықты Аза отқан жерінен көтеріп басқа орынға ауыстырды ғой. Табу ма? Оянған жоқ па соғанда? Яғни бүйтті де, бірақ бүйтті де дальше кете берді. Дальше кетіп оянса басқа жерде отыр ғой. Жыртты, шошып кетті. Анау айырып бәріміз сахнада кешке шаршап қалғанбыз ғой, 6-шы кентіп, 5-шы кентіп. Ай деп отыр. Жанына өйтіп қарап қалсам, сахнада тұрып қойды уже. Біз нұр болып ғой, сағиды. Деп сызып батыр ұйқыға. Сахнада ма? Сахнада. Андай бәріміз отырды. Ана білмеймін деп ойланып отыр. Деп сызып батыр. Нұр болды деп оятып отыр қадан бүйтіп. Деп өтірік бодыр үй болып отыр. Ең жаманы КВН-де жарыста мен жік көретін сол еді. Предпоследний или последний қойып қояды ғой. Шіріп ана гриммен отырасың ғой, күтіп ше. Еще костюм мұжылмау керек. Ең бірінші, ең соңғы деген әңгіме еді ғой. Шашпай-ақ қояқшы дейді. Соңғы шықпай-ақ қояқтан шаршап қалады ғой халық деп ше. Бізде Оралда PlayStation болды, өзіміз ашқан. Сол PlayStation'да отырсақ, Самат дейтін қасында дос болам. Сол тұрып. Қуанғалиев? Қуанғалиев. Бүйтіп телефон сөзіп кетті, короче, келіншегімен. Да, қойшы деп кетті, короче. Чөт бірдеңе болған сезікті. Дос айырып, қазір келем деді, айырып деді да. PlayStation'ның қасында тұрады деген. Короче, че там дедім. Үй, короче, астыдағы үй өртеніп жатыр дейді. Үстіде олар тұрады, короче, квартирада. Кеттік барайықшы дейді. Айтам, сен басып бар жүгіре бер, мен мына жақта Самат братанның машинасын сұрап алып барам деп. Ол жүгіріп кетіп қалды. Мен Самат братан машина алып қыздырып бардым, короче, сол үйіне. Барсақ Самат кіріп кеткен, уже Самат кірген бойда мен де кіріп ана өрт дейтін Құдай сақтасын, неге жаман екен бар ғой. Дом ба, дом, квартира? 5 этажды үй ғой, братан. Соның 2-ші этажы өртеніп жатыр ғой, короче. Ема. Ішіне кіріп қалсам, братан, қара түтін бар ғой. Мен негізі баяғыда ойлайтын өрт болғанда неге шығып кетпейді екен деп бүйтіп ше, не істеп. Братан, анау бар ғой, қара түтін мыннан кіргенде бар ғой. Құдай сақтасын, істемей қалады екенсің бар ғой. Негізі кислород жетпей қалса. Өтте, братан, ё-ма, ішіне кірсек бір орыс апа кухня жақта бүйтіп шашып бірдеңе істеп жатыр. Самат барып бүйтіп көмсет. Короче, не бүйткен кухонный гарнитур өртенген ғой, короче. Анаяқтан ар жағынан бірдеңе болған ба, короче. И бүйтіп кіріп бәріміз Самат екеуміз тек қапылып ана апаға шық деп бүйтіп не істеп сөндірдік, братан, өшім ананы. Терезе жан жақтарын ашып, ана көк түтін болды енді. Сосын бітті, кім нелер келді, жаңа өрт сөндірушілер келді, жаңа нелер полициялар келді, не істеді. Сосын, короче, андай ұшып қатыр енді кішкене. Герой ғой. Андай подъездегілер молодцы, бірдеңе деп, андай апалар не істеп, күшті көріп. Замедленныймен түтін арасынан шығып. Андай асықпай. Мына жерлерді күйіп. Екеуміз шықтық, короче, подъезд бәрі шығып кетті, ана толып тұр, короче, орыс апалар молодец бірдеңе деп жатыр. Бітірдік та, екінші күні осы жерде түсіп қалатын. 2 следак келді, короче. Следак? 2 следак келді, короче. 2 следак. Енді расследование жүріп жатыр, не болды? Самат айтады маған оны, жұрт жіберді дейді, короче. Кешке келесің, кешке жетіп офистан 2 следак келген. Сосын жоғарыға Саматқа барған, короче. Сосын Самат шақырып алған жоқ, қалай болды? Самат айтқан, осылай өрт болды, осылай жүгіріп кетіп не істедім деп. Ана следак тұрғанда мен оны былай болжап отырмын деген, короче, Саматқа. Қалай деген? Былай болжап отырмын деген. Менің ойымша, походу мынау сен деген, короче. Самат тұрып, қуасың ба деген. Қалай деп саған. Короче, сенің үйіңде қонақтық болып жатады деген, короче. Сосын балдар темекі шеккісі келіп кетеді деген. Балконға шығады. Сосын сен балконға шығу ерініңді төменге түсуге. Сол жерден кухняны ашып шегіп, бүйтіп лақтырғанда ана төменге түсіп, сол лап кетті деген ойшым. Ема. Саматтан басы кетіп қалған ғой. Сен бірінші сұраш кім сөндірген деген ойшым аналарға.
Анын үстүнө тең жырт жүрт енді жаңағыдай келіп өнче енді не істегісі келген ғой. крайнийді іздеп тапқысы Сен келген деген ғой. айран. бірақ маған айтқан кезде мен ойлап тұрып едім түбі осыларды кінәлі қылып шығаратын шығар қазір дәл сол ойлағандай болды ғой. Сондай болғанда сосын төмендегілер бәрі айтып не істеп айтыр. Иә деп бір алып сондай бір оқиға. Мен былай болжап тұрмын дей ма? Айрады енді. Мен былай болжап тұрмын дейтін айрады екен. Ойлап тұрмын сен Бір жас бала темекі шегіп астына түсіп мұнай түсуге еріндің деген ғой. иә сол былай лақтырғаның битіп түскен болса Иә, деген темекі ғой былай тастадың, ананың подоконнигі болады ғой. Там түсті де ішке кірді, короче. Сыртқа емес, короче. Яғни мультиктағыдай темекі тіліп кетеді де, короче. Мен тастадың, үйтіп шықтың, братан ол арғы ЖК-да ғой. Сөйтті да, деп андай сонда құрап атады ғой. Мен арғы ЖК-да тұрам ғой деген сөйтті да. сөйтті да темекі Жоқ, онда дейді. Сен арғы ЖК-да қарамағыз тұрсаң, чектіңде бүйттен дейді. Сол үш этажға дейін секірілген бөйті екі этажға дейін. онда сен үйінде рогатка бар ма сен примерно жектің да половинаны дәлдедің Жүрт. Анау біздің сорлы класс болдық та біз. Сорлы. Ал, помнишь, баяғыда бір айттым ба, бір коридорға сиіп кететін класс сондай болдық деп. Айттым ба бір неде? сен айтқансың ба Яғни басқа бір подкаст нелерге бардық қой, короче, сол кезде айттым ғой, короче, сол подкастымнан кейін сол бір екі подкастқа барып айтқам ғой, класс, ұстаздарымыз туралы. Ойбай, бүкіл ауылдың класстастарым, ұстаздарым жазып ренжіп маған. Сондай болды, короче. Земе сиген сен ғой деп па Иә, жоқ енді андай ғой, енді сондай бір сорлы класс болдық да, бірақ жаман активный класс болдық, короче. Мектепте қандай бір мероприятие болады, барып жанап кетеміз, бір жорнап кетеміз, короче. Сонысымызбен кешіріп жібереді көп жағдайда деген сияқты ше. Сондай активный класс болдық, сондай бір. И, короче, біздің класста енді, ол мектепке қатысы жоқ ол әңгіменің. Мен аттан айтайын ба, айтпай қойын ба? Класстастарым ғой, короче. Бір класстасым, екінші класстасымның мамасына звондайды ғой, короче. өтірік ат құрастырайық Габриэль Қыздың дауысымен звондайды ғой, короче. Айта берейінші, Қуаныш деген класстасым, короче. Олжас деген класстасымның мамасына звондайды. Қыздың дауысымен. қыздың даусымен Әке, саламатсыз ба? Мындай? Иә, саламатсың ба? Әке, сіз Олжастың мамасысыз ба? Дейді, короче. Иә, Олжастың мамасымын деп. Әпке, мен не деп сәл андай не істеп, әпке, мен Олжастан көтеріп қойдым деген ғой, короче. Олжастан көтеріп қойдым деп звондайды ғой. Мамасы дым саспайды ғой. Вообще мамасы андай шустрый боевой кісі да тоже. Бер көтіңді тағы да желеді. Содан кейін, короче, айқайлап, қыздың өзін, ана типа қызға айқайлап атам деп тұр ғой мама сен. Класстасым айқайлағанда осыны тұрып қана қойып, енді ана Олжастың эмоциясын күту керекпіз ғой енді. Ол үйіне барған, мысалы деген сияқты. Кешке қарай бір кездескен кезде айтады ғой, бля, бір қыз банда шешесің қанға екіқабат болып қалдым деп айтқан ғой, ебать, мен туралы бір деген деп ше. Ошын қырған болып тұр ғой, примерно ше енді. Бер көтіңді тағы да. анау не сияқты Файзул білесіздер ғой Файзул екеуміз машинамен кетіп бара жатырмыз и тағы үшінші досым Нұрболат ше Нұрба сол звондап қалады и мен громкийға түсіп тұр ғой енді че там ассалаумағалейкум десем қалайсың бірдеңе и ана боқтайды да далбан бір бәлет мен айтамын да мамамен отырмын анау деймін ғой и мына жақтан Файзул тұрып Нұрболат қалайсың дейді да саламатсыз ба әпке қалайсыз қалай сөйлейсің деп мамам боқтайды ана маманың даусымен ше анау қойыңыз әпке ұят болады дейді ана ұнап берген мама деп ойлап қалған ғой Файзулда сондай дауыс тапты да енді Ана алдында бір болған оқиғанда мен кім площадкада біреу жаман боқтап қалды да
жаман аппанық қылып боқтады енді. Актерлар ма? Актерлар емес, в общем, площадкада ғой. Сөйтті кастинг па біреу андай үйт боқтау, негіз площадкада боқтауға болмайды, түкіруге болмайды дейсіз, өзінің бір заңдылықтары болады. Анау деген кәдімгі аппан жирный шрифттермен боқтады ғой. Андай боғауызды ше көрсетіп бәріне. Көрсетіп? Сөйтіп боқтап еді, анау жын түсінбей қалды да, площадкада үйт боқтауға болмайды, еще анық дейді. Трещик болмайды? Еще анық. Қатты анық қып боқтаған ғой. Ана удар болған ба? Ана басқа кино, біздің киномыз. Сіздің кинода боқтамайды ғой. Сахнаның артында ерегісіп жатқан кез бізде Мұха дейтін сақалды бар бала ше. Білем. Жаруға келдік деген. Қазір Таразда ол. Мектеп кезден ойнағанбыз ғой екеуміз. Бала кезден ойнап жүргенбіз. Бір бала пет колледждің баласы маған бар анан апар жеш дейді, реквизит ше. Бұл кезде мен де мектептен енді ойнап жатырмын, бірақ біздің мектепте ондай жоқ қандай. Жұмсала самайсында, басым кетіп қалды, тартты дедім да, өзіне ақтар жердім. Өзім барып алып келдім, тұра тұр сен ойыннан кейін кетіп мама деген сөз маған удар болып тиеді ғой. Бірден көзім андай жасауырақ бала ғой. Үлкен ғой енді 3 жаста үлкен. Сөйтті да. Еркек па? Сөйтті да. Ойын бітер, аналар ойнап болды. Ана қарай бересің. Ойнап болғаннан кейін жүріс дейді ғой маған. Жүріс деген кезде мен шетке ағып кетіп бара жатқан кезде Мұқа мені көріп қалады. Жаңа дөуше. Сөйтіп көрген кезде болды дедім ғой мен. Ес дедім ғой мен. Құтылдық дедім. Анау дөу сол кезде сондай ірі еді ғой ше. Кіші кезі болмаған оны. Сол кезде мынандай. Сол уже мені тартып бара жатқанымды көріп артыма келіп не қылды, сөйтіп анау ерегісуді, сен де уверен тұрсың. Өзінің жаргондарын жіберіп жатыр. Мен де сынып бастадым. Кімсің сен маған, мен сені признавать етпейді деген бір бәле деп жіберіп жатырмын. Анау келгенше тайминг ұстап жатырмын ғой. Созып жатсың ба уақытта, анау жеткенше. Ана келіп, ерегістің үстінен келіп төс болады да. Жодан не болып жатыр деді да. Анау деді, анау ше, ыржиып күлді. Інім деп тұрған, анау. Сен бірінші интерес құрып алсай деді. Анау сол интерес құрып алсай деген үстінен ана сөз бұрыннан білетін адам құсып ше. Үстінен ор жерді. Интерес құрып алсай деді. Интернет құрып алғанда бауырым деді ғой. Интернет құрып алғанда бауырым. Ана жерде ше. Интернет дегенде бүйтіп қарады. Бүйтіп тұрем ғой. Интернет деген кез бүйттім ғой. Уже мен отылдақ дедім ғой. Жалып кетесіңдер. Ұрасаңдар біздер уже сөзден таза отылдық. Анау уже андай бір ерегістің үстілері болады ғой, тоқтауға болмайтын. Бірақ бір өтіп кетесің ше, анау ше. Анау жынданып тұр ғой, екі жақтан қысып жатыр. Интернет құрып алғанда деп еді, анау интернет болғанда деді. Анау ше. Анау шашылып қаламай тұр ғой. Бірақ соның өзінде күліп жіберіп тұр да, жынданып тұрғанда. Интернет болғанда. Қатты жынданып тұрса да бір күліп алып, по-любому күлетін нәрсе ғой. Бүйтіп алған ғой түрінше, деді да. Интернет болғанда дейді. Аяғында бәрі Wi-Fi-мен қосылып. Wi-Fi-мен қосылып, табыстасып. Сетпен ойнаған ғой ары қарай. Интернет ұстап қалды ғой сол жерде бізде. Деп тұр ғой. Жоқ, емес, ешақ деп жатыр. Интернеті толық ешақ деп. Дегенде Меу, мере-меу дейтін. Ал, жігіттер, рахмет сендерге. Бүгін бізде болған оқиға подкастында қонақта болған бетім ауырып қалды кәдімгідей. Жоқ, ұрғаннан емес, бұл күлгеннен. Біздің подкастқа қонаққа келген Елжан мен Нұрсұлтанға рахмет үлкен. Бұл жігіттер болған оқиға фильмінің актерлары. Бірінші бөлімде де, екінші бөлімде де бір приключениесі бар. Ұрынған не екен білгіңіз келсе, 20 тамыздан бастап барлық кинотеатрға барыңыздар, көріңіздер.
көңілді жазғы вайптағы комедия сіздер үшін болған оқиға 2. Колокольчикті басыңыз, біздің каналға тіркеліңіз, поддержка беріңіз, пікір жазыңыз, лайк басыңыз, тағы не дейді ондай кезде? Өзіңізді басыңыз, таңлай басыңыз.